Елімізде мемлекет пен жекеменшік сектор арасында ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнайтын болады. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заң аясында жүзеге асырылады. Осы уақыттағы жобаларды іске асыру барысын бүгін үкімет мүшелері мен кәсіпкерлер талқылады. Мамандардың айтуынша, мемлекеттік активтерді басқаруға жекеменшік сектордан қаражат бағытталады. Бұл қазынаға түсетін ауыртпалықтарды азайтады. Қазірдің өзінде өңірлерде мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары қолға алынуда. Алдағы 3 жылда 102 жобаны іске асыру жоспарда. Олардың басым бөлігін облыстық әкімдіктер мен кәсіпкерлер бірлесіп атқарады. Нәтижесінде аймақтарда жаңа емханалар, балабақшалар мен ауруханалар бой көтереді. Ал инфрақұрылымдық жобалар аясында жолдар төселіп, аулаларда автокөлік тұрақтарын салу межеленуде. Қабылданған жаңа мемлекеттік және жекеменшік әріптестік туралы заңның қолдануын, оны іске асырудың жолдарын және жобаларды құру және оларды іске асыру жолдарын түсіндіру болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар және орталық атқарушы органдарға қатысты осы жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру мақсатында жол карталары жасалу тиіс.